Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған криптовалюта арқылы қалай ақша табуға болады, сол туралы айтқым келіп отыр. Бір жағынан криптовалюта сатып алу жағын көрсеткім келіп отыр теңгемен. Мен 27-сі күні телеграм каналыма мынандай пост шығардым, 4000 теңгеге мынандай тон сатып алдым деп. Енді мен осы тон деген криптовалютаны қалай сатып алдым, соны көрсететін боламын. Егер де қызық болса, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын сен менің каналыма осы видео арқылы келіп отырған болсаң, телеграмда менің мынандай каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Телеграм каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде телеграм каналыма жазыл. Телеграм каналымның ссылкасы осы видеоның астында. Сосын YouTube каналыма жазылмаған болсаң, YouTube каналыма да жазыл, міндетті түрде сосын қоңыраушаны бас. Сонымен енді криптовалюта сатып алу үшін теңгемен мына ботқа келесің, криптобот деген бот. Сосын айтпақшы, мына посттың да ссылкасын мен осы видеоның астына, сосын осы видеоның ең бірінші комментарийіне қалдырам. Осы видеоның астындағы ссылка арқылы келесің мына постқа. Міне мына постқа келесің, сосын криптобот деген көк жазуға басасың. Міне мынандай бот ашылады, старт деген кнопканың үстінен басасың. Жалпы бұл боттың маған ұнаған жері, ең бірінші ұнаған жерлерін айтып жіберейін. Көп биржаларда мысалы үшін верификациядан өтуің керек болады. Binance деген биржа бар, OKX деген биржа бар, KuCoin деген биржа бар, тағы да неше түрлі биржалар өте көп. Кейбір жерлерде мысалы үшін тіпті теңгемен криптовалюта сатып алуға болмайды, яғни сатып ала алмайсың. Жаңағы айтқанымда, сосын биржаларда идентификациядан, верификациядан өтуің керек болады. Ал мына жерде верификациядан өтудің қажеті жоқ. Сосын бұл жерде тағы да теңгемен сатып алуыңа болады криптовалютаны. Каспий Голдпен, Русанбанкпен, Халықбанкпен, Фортобанкпен, Сбербанкпен, сосын тіпті Кивимен де сатып ала беруіңе болады. Сосын айтпақшы, бұл жерде криптовалютаны теңгемен сатып алу үшін ең бірінші ботқа настройка жасап жібересің. Ол үшін мына жерде настройка дегеннің үстінен басасың. Валюта маркета дегеннің үстінен басамыз. Сосын мына жерде КЗТ деген таңдаймыз. Сол кезде мына бот арқылы криптовалютаны біздер теңгемен сатып алуымызға болады. Сосын бұл ботты крипто кошелек ретінде қолдануыңа болады. Мына жерде кошелек дегеннің үстінен басатын болсаң, неше түрлі крипто кошелектерің шығады. Toncoin кошелегің болады, биткоин, эфириум, BNB, BUSDT, USD Coin, Tether деген сияқты крипто кошелектерің шығады. Мына жерде пополнить деген кнопканың үстінен басатын болсаң, мына жерде крипто адрестеріңді алуыңа болады. Мысалы үшін BTC дегеннің үстінен басамыз. Міне көріп отырғаныңдай биткоин адресімізді берді. Түсінгеніңдей, бұл ботты крипто кошелек ретінде де қолдана беруіңе болады. Енді бұл бот арқылы криптовалюта сатып алу үшін мына жерде маркет деген кнопканың үстінен басамыз. Купить дегеннің үстінен басамыз. Бұл жерде көріп отырғаныңдай биткоин сатып алуыңа болады, эфириум сатып алуыңа болады, Toncoin сатып алуыңа болады, BNB жоқ екен, Tether сатып алуыңа болады. Сосын яғни USDT деген криптовалюта сатып алуыңа болады. Бұл жерде ең көбі Toncoin деген криптовалютаны сатып жатыр. Адамдар Toncoin'ның бағасы қазір 480 болып тұр. Мен бұл криптовалютаны 27-сі күні сатып алған кезде криптовалютаның бағасы 448 теңге болып тұрды. Енді мен мына жерде қазір Toncoin сатып алу жағын көрсетем. Toncoin дегеннің үстінен басамыз, яғни мына кнопканың үстінен басамыз. Көріп отырғандай міне Киви арқылы сатып алуыңа болады, Каспий банк, яғни Каспий Голд, Халықбанк, Русанбанк, Фортобанк, Сбербанк арқылы сатып алуыңа болады. Бұл жерде ең тиімдісі қазір Киви арқылы, Каспий Голд арқылы, Халықбанк арқылы, сосын Русанбанк арқылы сатып алу тиімді болып тұр. Менде қазір Каспий банкта, яғни Каспий Голдымда азғантай ақша бар, где-то 3000 теңгедей ақша бар.
сол ақшаға қазір тонкоин сатып аламыз. Мына жерде Каспи банк деген таңдаймыз. Енді мына жерде тағы да мынандай нәрселер шығады. Ең бірінші тұрған адам, яғни мына кнопка, мына уже адам деген сөз 223 тонды 480-нен сатып жатыр, яғни 1 тонның бағасы 480 теңге, ең азы 25 мың теңгеден бастап сатып алуыңа болады. Яғни ең азы 25 мың теңгеден сатып аласың, максимальны уже 67.507 теңге. Яғни барлық тонкоинді сатып алуың болады мына жердегі. Екінші тұрған адамнан уже криптовалютаны 543 теңгеден сатып аламыз. Яғни 1 тонкоинның бағасы 543 теңге, 600 теңгеден бастап сатып алуымызға болады. Мен сол адамды таңдаймын, себебі менде 25 мың теңге ақша жоқ. Тиімді емес, бірақ осыны сатып аламын мен, амал жоқ. Екінші тұрған адам таңдаймыз, купить тон дегенді басамыз. Сосын мына жердегі боттың жіберген SMS-ін дұрыстап оқисың, яғни не жазылған барлығын өзің оқып шығасың. Енді мына жерде купить тон дегеннің үстінен басамын. Мына жерде указать в КЗТ дегенді басам. Сообщениеге 3000 теңге деп жазып жіберем, яғни 3000 деп жазам. SMS қылып жіберем. Содан кейін мына жерде создать сделку дегеннің үстінен басам. Енді мына адамның затын күтеміз. Жаңағы біздің жіберген заявкамызды қабылдауын күтеміз. Қабылдады бұл адам. Продавец принял сделку, отправьте оплату через Каспи банк деді. Посмотреть сделку дегеннің үстінен басамыз. Мына адамның реквизиті шықты, способ оплаты Каспи банк. Мына адамның реквизитін копировать етіп аламыз, Каспи Голдқа барамыз, төлейміз, яғни ақшаны жібереміз, 3000 теңге ақшаны. Сосын мына жерде оплата отправлена деген кнопканың үстінен басамыз. Каспи Голдқа барамыз. Переводы дегеннің үстінен басамыз. Каспи Голдқа кіреміз. Клиенту Каспи, карта, ставить 3000 теңге. Енді перевести дегенді басам. Подтвердить и перевести. Болды. Жаңағы Telegram ботқа қайтып келеміз. Жаңағы кнопканың үстінен басамыз. Яғни оплата отправлена деген кнопканың үстінен басамыз. Да дегенді басамыз. Кішкене күте тұрамыз. Сатып отырған адам қарайды. Болды, міне. Сделка успешно завершена. Вы получили 252 тонн. Түсінгеніңдей, бұл бот арқылы осылай криптовалюта сатып алуға болады. Енді открыть кошелек дегеннің үстінен басамыз. Менің балансымда міне мынандай тон бар. Алдында 27-сінде мен 4000 теңгеге тон сатып алдым, 8-де 92 тон сатып алдым. Бүгін жаңа көргеніңдей 552 тон сатып алдым 3000 теңгеге. Енді жалпы бұл криптовалютаны мен не үшін сатып алып отырмын? Сатып алып отырған себебім, бұл криптовалютаның бағасы қазір арзан болып тұр. Ертең криптовалютаның бағасы қымбаттаған кезде мен мына сатып алған тоным арқылы ақшамды еселеуіме болады. Қазір менің балансымда көріп отырғандай 14-те 45 тон бар. Енді бұл бот арқылы криптовалютамызды қалай сатамыз? Ертең криптовалютаның бағасы қымбаттаған кезде. Сату үшін назад дегенге басамыз, маркет дегенге басамыз қайтадан.
Создать объявление. Хочу продать. Тон дегенді басамыз. Егерде тон деген криптовалюта сатып алған болсаң сенде, басқа криптовалюта сатып алған болсаң, мына жерден басқа криптовалютаны таңдайсың. BTC, Ethereum, BNB, USDT. Тон дегенді басам. Мысал ретінде енді бот мынандай сообщение жіберді. За какую валюту вы хотите продать тон дейді. Теңгеге сатқым келеді, КЗТ деген таңдаймын. Добавить реквизиты деген кнопканың үстінен басамыз. Мына жерде міне мынандай смс келіп тұр. У вас нет добавленных реквизитов. Для получения платежей в КЗТ добавьте реквизиты или смените валюту. Яғни ең бірінші бұл ботқа өзіміздің Каспи Голд'ымыздың немесе тағы да басқа банк карточкамыздың затын қосамыз. 16 санын немесе номерімізді қосамыз. Добавить реквизиты дегеннің үстінен басамыз. Способы оплаты дегеннің үстінен басамыз. Добавить реквизиты, КЗТ. Мына жерден уже өзімізге керекті банк карточкамызды таңдаймыз. Сосын не бар бұл жерде? Каспи банк бар, Халық банк бар. Екінші бетке өтуіңе болады. Сосын Жусан банк бар, Форте банк бар, Сбербанк бар. Яғни өзіңе керекті банкыңды қосасың. Каспи банк деген таңдайсың. Мынандай смс жіберді. Пришлите номер карты или номер телефона для получения платежей через Каспи банк дейді. Яғни ботқа Каспи Голд'ыңның 16 санын жіберуіңе болады, немесе Каспи Голд'ыңды қандай номермен аштың, сол номеріңді жіберуіңе болады. Содан кейін уже сенде жаңағы адамдар ұқсап криптовалютаңды сатуыңа болады. Түсінгеніңдей мына бот арқылы криптовалютаны теңгемен ешқандай да верификация жасамай сатып ала беруіңе болады. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егерде видео ұнаған болса, яғни көрсеткен айтқан нәрсем ұнаған болса, видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.